Мақтаарал ауданында өз бизнесін грант арқылы бастап, кәсібін дөңгелетіп отырған жандар саны көбейіп келеді. Өткен жылы кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның аясында 110 азамат мемлекеттік қайтарымсыз грантқа қол жеткізген. Кәсіпкерлікке ебі барлардың қатары өз ісін өркендетіп отыр. Мәселен, Наманжан Кузиев 2023 жылы конкурсқа қатысып, нәтижесінде мемлекеттен 1.380.000 теңге жеңіп алған. Бөлінген қаражатқа нан өнімдерін дайындауға арналған құрал жабдықтарын сатып алып, кәсібін өркендетіп отыр. Жұмыс кестеміз, түнгі сағат 12-де қамыр істейміз нанға. Сағат 3-ке дейін ашып дайын болады. Сағат 5-тен бастап жұмыс істеп, сағат 10-ға дейін нанмен жұмыс істейміз. Табадан нан арқылы. Одан обедтен кейін, 10-11-ден кейін келіндер өзімізді қазіргі айтқандай багет хот-догтармен сол пісіріп, сағат 5-ке дейін сол бойы жұмыс істейміз. Наманжан Махамбетжанұлы бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік негіздері оқу курсынан өтіп, сертификат алған. Екінші топ мүгедектігі бойынша тіркеуде тұрады. 15 жылға жуық тандырға от жағып, нан пісіріп, сатып жүрген ол мемлекеттің қолдауының арқасында жұмысым жеңілдеді дейді. Кәсіпкер күніне 150 нан 200-ге тарта хот-дог өнімдерін дайындап, оны мектептер мен дүкендерге жеткізеді. Бұл саланы тағы да өркендетіп, тағы да қосымша кеңейтіп, қосымша тағы да ниетім бар. Бұдан бөлек осыны тағы біреу алсам деймін. Түрі осындайдан. Бүгінде нан өндіру кәсібін ашу арқылы кәсіпкер өзін ғана емес, жұбайын және шаңырақтағы келінін де жұмыспен қамтып, отбасылық нәпақасын тауып отыр. Тынымсыз тірліктің ортасындамыз деген еңбекқор кәсіпкер әрбір істе бейнеттің соңында зейнеті бар екеніне сенеді. Енді өндіріс көлемін ұлғайтып, жұмыс күшін арттыруды көздейді. Клара Шербайқызы, Ғани Оралбайұлы, ақпарат, Жетісай ауданынан.